Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тау жыныстары мен минералдар. Литосферада жалпы жер қыртысын, жердің сыртқы қатты қабатын толығымен толтырып тұрған заттардың барлығы ол тау жыныстары мен минералдар. Бүгін осы екі нәрсемен танысамыз. Бірінші минералдардан бастайық. Минерал деген жер қойнауындағы әртүрлі химиялық элементтердің табиғи қосындысы. Олардың сыртқы күйі бойынша үш түрі болады: қатты минералдар, сұйық және газ тәрізді. Және қатты минералдар екі топқа бөлінеді. Біз көбінесе қатты минералдар туралы әңгіме айтамыз, өйткені литосферада ең негізгі маңыздылары осылар. Қатты минералдар екі топқа: кристаллы және аморфты. Кристаллы минералдар деген нақты белгілі бір геометриялық пішінмен пайда болған минералдар, ал аморфты деген нақты пішіні жоқ минералдар. Кристалл деген осы жалпы құрамындағы атом молекулалары белгілі бір геометриялық пішінмен орналасады. Химиялық құрамына байланысты минералдардың 9 тобы бар: сульфиттер, карбонаттар, сульфаттар, фосфаттар. Енді бұларды толық жатқа білудің негізі маңыздылығы жоқ. Сұрақтар бұлай подробно келмейді. Келесі мәселе бұл минералдардың физикалық қасиеттері. Минералдар деген жалпы елестету оңай болу үшін бұл жалпақ тілмен айтатын болсақ кәдімгі жер қойнауындағы тастар. Физикалық қасиеттері бойынша физикалық қасиеттері негізі өте көп. Оған оның салмағы, мөлдірлігі, жылтырлығы, қаттылығы, өте көптеген басқа да тығыздығы, жылу өткізгіштігі деген сияқты физикалық қасиеттер жатады. Мына жерде солар салмағы бойынша қандай түрлері болатыны, мөлдірлігі бойынша қандай түрлері болатыны осы кестеде берілген. Осы қасиеттердің ішіндегі ең бір ерекшесі бұл минералдардың қаттылығы. Минералдардың қаттылық деңгейі әртүрлі. Олардың қаттылығына баға беру үшін неміс ғалымы Mohs деген геолог белгілі бір шкала ұсынған, Mohs шкаласы. Оның шкаласы бойынша табиғаттағы 10 минерал қаттылықтың үлгісі ретінде таңдап алынған. Ең жұмсағы бұл бізде талк деген минерал, қаттылық деңгейі 1, ал ең қаттысы 10-шысы бұл алмас. Бүкіл табиғаттағы 3000 минералдың ішіндегі ең қатты минерал. Осы 10 минералдың әр қайсысымен, мысалға жаңа бір минералды табатын болса жер қойнауынан, оның қаттылығына баға беру үшін Mohs шкаласындағы 1-ші минералдан 10-ші минералға дейін әр қайсымен кезек-кезек біз тапқан минералдың үстінен сызып көреді. Егер минералдың үстінен трещина қалдыратын болса, царапина қалдыратын болса, онда оның қаттылығы біздің сызып атқан минералдың қаттылығынан төмен деген сөз. Егер сызған кезде ешқандай бетінде дақ қалдырмайтын болса, онда бұл минерал біздің сызған минералымыздан қаттырақ деген сөз. Осылай жұмыс істейді бұл нәрсе. Минералдармен таныс болдық. Енді бізде тау жыныстары деген нәрсе. Екеуінің айырмашылығы неде? Минерал деген бұл бірнеше химиялық элементтердің қосындысы, ал тау жыныстары деген бірнеше минералдардың қосындысы. Тау жыныстары екі топқа бөлінеді: мономинералды, яғни көбінесе бір минералдан ғана тұратын тау жынысы, немесе полиминералды, яғни бірнеше минералдан тұратын. Тау жыныстарының басым көпшілік бөлігі полиминералдыға жатады, яғни көптеген минералдар болады бір тау жынысының құрамында. Мына жерде солардың бірнеше үлгілері көрсетілген. Полиминералдыға гранит, базальт, гнейс, мономинералдыға мәрмәр, әктас, кварцит деген сияқты. Енді тау жыныстары шығу тегіне байланысты үш топқа бөлінеді. Бұл бізде магмалық, шөгінді және метаморфты. Бірінші бізде магмалықтан бастайық. Магмалық тау жыныстары дегеніміз алдындағы тақырыпта біз жанартауларды өткен едік. Жанартаулар атқылаған кезде жер қойнауынан балқып тұрған магма күйінде жердің бетіне атқылап шығып, содан кейін суып тас болып қатып қалған тау жыныстарын магмалық тау жыныстары деп атайды. Яғни жанартаудың атқылауының әсерінен түзілген тау жыныстары. Олардың екі түрі бар: интрузивті және эффузивті. Интрузивті магмалық тау жыныстарына жердің бетіне шықпай, жанартаудың ішкі бөлігінде, жер қойнауының терең қабаттарында суып қатып қалған тау жыныстары интрузивтіға жатады. Ал егер жердің бетіне атқылап шыққаннан кейін барып суып қатып қалатын болса, оларды эффузивті тау жыныстары деп атайды, эффузивті магмалық. Интрузивті магмалыққа гранит пен габро, эффузивті магмалыққа мынау кеуектас, обсидиан деген сияқты басқа да көптеген тау жыныстары жатады. Екінші тау жыныстарының тобы болып бізде шөгінді тау жыныстары. Шөгінді тау жыныстары бұл басқа тау жыныстарының минералдарының үгітілуінен, әртүрлі химиялық реакцияға түсуінен қалыптасады. Мысалға, кесек шөгінділер, біз алдында үгілу деген тақырыпты өткен едік, естеріңізде болса. Таулардың әртүрлі физикалық, химиялық, органикалық жолмен үгілуінің әсерінен үлкен тастардың майдалануынан қалыптасады кесек шөгінді тау жыныстары. Оған жататындар құм, қиыршық тас, сазбалшық, осылар.
Екінші тобы ол бізде химиялық шөгінділер. Теңіз табанында немесе жер қойнауындағы жер асты суларының әсерінен еріген тұнба күйінде қалыптасатын тау жыныстары. Оларға жататындар гипс, ангидрит, доломит, ас тұзы тағы басқа. Және үшіншісі бұл бізде органикалық шөгінділер. Органикалық шөгінділердің пайда болу жолы кішкене қызық. Бұл жер бетінде осы уақытқа дейін миллиондаған, миллиардтаған жылдар бойы өмір сүрген тірі организмдердің қалдықтарынан түзіледі. Яғни жердің жалпы тарихы мысалға 4,5-5 миллиард жыл болатын болса, осы 4,5-5 миллиард жылдың ішінде жер бетінде қаншама жануарлар мен қаншама өсімдіктер өмір сүрді. Олардың ешқайсысы мәңгі өмір сүрмейді. Жануарлар өлгеннен кейін олардың қалдықтары, өсімдіктердің, ағаштардың шіріген қалдықтары жер қойнауына миллиондаған жылдар бойы жинақтала береді. Соның әсерінен белгілі бір тау жыныстары пайда болады. Оларға жататындар мұнай, газ, көмір, шымтезек, бор деген сияқты тау жыныстары. Міне осыларды органикалық шөгінділер деп атайды. Тірі организмдердің қалдықтарынан түзіледі. Және келесі үшінші тау жыныстарының түрі бұл бізде метаморфты. Метаморфоза деген сөздің мағынасы бұл өзгеріс деген сөз. Метаморфты тау жыныстары басқа бір тау жынысының температураның немесе қысымның әсерінен өзгеріске ұшырауынан пайда болатын тау жыныстары. Мысалға, ақтас өзгеріске ұшыраудың әсерінен мәрмәр пайда болады. Гранит өзгеріске ұшырауының әсерінен гнейс, құмтас өзгеріске ұшырағаннан кварцит пайда болады. Ең негізгі метаморфты тау жыныстары осылар. Енді тау жыныстарының жер бетінде таралу деңгейіне келетін болсақ, жер қыртысының жалпы массасының 60%-дан астамын магмалық тау жыныстары құрайды. Ең көп кездесетіндер ол магмалық тау жыныстары. 10%-ға жуық массасын шөгінді тау жыныстары құрайды. Бірақ шөгінді тау жыныстарының бір ерекшелігі, олар жердің беткі бөлігін көп жауып жатыр. Бүкіл жер бетінің 75%-ын шөгінді тау жыныстары жауып жатыр. Өйткені олар үгілудің әсерінен, организмдердің қалдықтарынан түзілетін болғандықтан, олар көбінесе беткі қабатта. Ал магмалық тау жыныстары жер қойнауындағы магманың суынан пайда болатын болғандықтан, олар көбінесе астыда. Жалпы таралу деңгейі осындай. Мына жердегі кішігірім ақпараттарды, қай тау жыныстары көп таралған, қанша пайызын алып жатыр деген сияқты жаттайтын ақпараттар бар. Конспект қылып, оны өздеріңіз жаттайсыздар. Так, осымен бізде минералдар мен тау жыныстары бітті. Енді практикалық бөлім. Сұрақтарды ауыстырып отырам. Видеоны паузаға қойып жауап беріңіздер. Үшінші сұрақ. Төртінші сұрақ. Бесінші. 6, 7, 8, 9, 10. Енді белгілеген жауаптарыңызды дұрыс жауаптармен сәйкестендіріп, қанша балл жинағандарыңызды видеоның астына комментке жазып кетіңіздер. Барлықтарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше.